Жетісулық диқандар биыл қант қызылшасынан мол өнім аламыз дейді. Өйткені тұқымның шығымдылығы 100%-ді көрсеткішке жеткен. Оған диқандардың отандық ғалымдармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеуі де оң ықпал етті. Өңірде қосымша 8 сервистік дайындау орталығы құрылып, 62 дана озық үлгідегі заманауи техника алынған. Талдықорған іргесінде егінжай күні жер игерушілерге зиянкестермен күресудің заманға сай әдіс тәсілдері көрсетілді. Ардақ Айбарлы әңгімелейді. Агроном Ерлан Бекбаев биыл бұл егіс алқабынан мол өнім жиналатынына сенімді. Өйткені қызылша тұқымын егіп оған күтім жасау барысында озық технология талаптары қатаң сақталған. Биыл технология бойынша бәрін қолдандық. Жаңағы арам шөпке, зиянкеске, одан кейін ауруға, басқа да тыңайтқыштар қолдандық. Жаңағы жерге, одан кейін жапырақпен бердік. Жаңағы технология бәрін осытып сақтаған ретінде осындай жақсы нәтижеге жетіп отырмыз. Қазір қылшамыз 200 граммға жетіп қалды. Ол жақсы нәтиже. Осы оң нәтижені қант қызылшасын өсірумен айналысатын өзге де шаруашылықтарға тарату үшін бүгін егінжай күні ұйымдастырылды. Аталған іс-шараға еліміздің белгілі өсімдік танушылары қатысып, жер игерушілерге дұрыс күтім жасау жұмыстарын үйретті. Ғылыми зерттеулермен жұмыс істеген негізінен өте пайдалы деп есептеймін. Өйткені неге десеңіз, қазіргі кездегі алып жатқан өнімдеріміз, жетіп жатқан жетістіктеріміз тікелей ғылымға соған түгелдей байланысты деп өзім ойлаймын. Біз өзіміз современный наукамен жұмыс істейміз. Өте күшті нәтижелеріміз де бар. Жетісу облысында қант қызылшасының шетелдік сұрыптарымен қоса отандық тұқым түрлері де себіледі. Бірақ елімізде тұқым шаруашылықтары аз. Бұл жерге біздің өзіміздің қазақ отандық сорттар шығарған ғалымдардың сорттары осында егілген. Мына қазіргі кезде шетелдің сорттарынан кем келмейді. Сапасы жағынан, өсімнің жағынан, барлық жағынан осы бірдей қатады. Өйткені соңғы кезде біз өзімізде кішігірім завод цех салдық. Сол сияқты біз тұқымдарды өңдейміз, дәрілейміз, то есть тұқымды сапалық жасауға біздің қазір возможность бар. Біз биылғы жылы қант қызылшасының көлемін 12.600 гектарға жеткіздік. Енді бірінші кезекте мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп отыр. Облыс тарапынан 2,5 миллиард теңге ақша бөлініп, 8 сервистік дайындау орталықтарына 62 дана ауыл шаруашылық техникасын сатып алып бердік. Лизингке бердік. Өте жақсы шарттармен 10 жылға лизинг, бірінші алғашқы 2 жылы бұл каникулярный период болады. Минералды тыңайтқыштар құнының 50% мемлекет тарапынан субсидияланады. Өз кезегінде шаруашылықтар үшін бұл да үлкен көмек. Өңірде қант қызылшасы алқаптарының көлемі биыл 4000 гектарға ұлғайтылып, 12,6 мың гектарға жетті. Одан орта есеппен 550 мың тонна өнім алынады деген болжам бар. Ардақ Айбарлы, Гүлнар Жантасова, Олжас Байбосынов, 24 KZ, Жетісу облысынан.